Армысыздар. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған «Мен Жамбылды оқимын» атты челленджін қабыл алдым. Мен Жұмақадыр Айгерім Ұланқызы, Жамбыл облысы Қордай ауданы номер 23-ші Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Жамбыл Жабаев, Алатау. Тізілген таулары бар Жетісудың, ішінде орман тоғай біткен нудың. Дариядай тулап аққан сол таулардан көресің тамашасын аққан судың. Есепсіз тау суреті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы бар тіл жетпейтін. Өрік, алма, алмұрт, жеміс, жидектер көп, бір татсаң аузыңнан дәм кетпейтін. Амансыздар ма? Мен номер 23-ші Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Дүйсенова Айхан Құралбайқызы. Бұл челленджді Жұмақадыр Айгерімнен қабыл аламын және сіздерге жолдаймын. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналады. Жамбыл Жабаев, өсиет өлең. Ой-хой, дүние серуен, адам бір көшкен керуен. Дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір белінен. Кірселе біз, шықса жоқ, қау бетіңдер өлімнен. Дос жаранға, кемтарға, қайырлы бол, делінген. Қылған қайыр болмаса, не әкетесің өмірден? Арма қазақ елі. Мен Көбеев Олжас Ескендірұлы, Жамбыл облысы Қордай ауданы Әлжанана ауылы номер 23-ші Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай «Мен Жамбылды оқимын» челленджін әріптесім Әйгерім Ұланқызынан қабыл алдым. Шын жүректен. Көзіңді салшы далама, түкті кілем түгіндей, тауыма сұлу қарашы, қыздың жиған жүгіндей. Өзеніме қарашы, ағып жатқан гүрілдей, ауылыма қарашы, қырдың қызыл гүліндей. Ән күйімді тыңдашы, батырлардың үніндей. Енді осы эстафетаны әріптесім Бақытгүл Мақсұтқызына жолдаймын. Мен осы челленджді Олжас Ескендірұлынан қабыл алып, әрі қарай жалғастырамын. Кенен Әзірбаевтың үйінде үлкен қуаныш болып, ұлы дүниеге келеді. Сол кезде Қордайға жол тартып келген Жамбыл Жабаев былай деген екен: құтты болсын көркемің, өсе берсін өркенің, кененнен тудым дейтіндей, ұлы болсын өлкенің. Жігіт болып жеткенше, өзі болсын өскенде, қой бастайтын серкенің. Ғашық етсін қыздарың, Қордай шу мен меркенің, деп жырлаған екен. Осы челленджді мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиетінің пәнінің мұғалімі Кәмшат Назарбайқызына жолдаймын. Мен Жамбылды оқимын атты челленджді Бақыт Мақсұтқызынан қабылдаймын және ары қарай жалғастырамын. Менің пірім сүйінбай, сөз сөйлеймін сыйынбай. Сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай. Сүйінбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырап, қара дауыл құйындай. Екпініме кезіккен, кетер ме екен жығылмай. Осы челленджді Қаламқас Серғасықызына жолдаймын. Номер 23-ші Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жайнақова Кәмшат Назарбайқызынан челленджді қабыл алдым. Жамбыл Жабаев, халықтың сәлемі. Домбырасын серік қып, өткізді Жамбыл ғасырды, өлеңді төгіп өрнектеп, асулардан асырды. Қара терге малынып, еңбегі кетті далаға, тойса тойып тамағы, тоймағанда аш жүрді.